Саламатсыздар ма? Жаркен жоғары педагогикалық колледжінің физика пәнінің оқытушысы Жұмагелдинова Әсем Кадыржанова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электромагниттік толқындар. Сабағымыздың мақсаты электромагниттік толқындар, электромагниттік толқындардың қасиеттері туралы білім беру, электромагниттік толқындардың күнделікті өмірдегі, ғылым мен техникадағы маңызын талдау және олардың қолдану салаларын зерттеу арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту. Балалар, сонымен электромагниттік толқындар дегеніміз не болды? Кім айтады? Арай. Электромагниттік толқындар дегеніміз бұл электрлік және магниттік өрістердің бір-біріне перпендикуляр болып орналасқан кезінде пайда болатын тербелістер. Олар энергияны кеңістікте тасымалдайды және вакуумда да заттық ортада да тарала алады. Өте жақсы, отыра ғой. Қарақат. Электромагниттік толқындар дегеніміз электр және магнит өрістерінің арасындағы тербелістен туындайтын энергия, яғни тасымалдаушы толқындар болып саналады. Өте жақсы. Электромагниттік толқындардың қандай ерекшеліктерін білеміз? Нұрай. Олардың басты ерекшеліктігі жылдамдығында, оларға ешқандай жылдамдық тең келмейді және де вакуумде таралады. Яғни олар таралу үшін ешқандай ортаны қажет етпейді, кеңістікте де тарала береді. Одан кейін бізде энергия тасымалдайды. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі электромагниттік толқындардың қандай қасиеттерін білеміз балалар? Кім айтты? Аяулым. Электромагниттік толқындар аты айтылып тұрғандай толқындық қасиетке ие, яғни олар шағылады, жұтылады және де сынады. Өте жақсы, отыра ғой. Балалар, ондай болса, біз сабағымыздың келесі кезеңіне өтейік. Келесі кезеңде біз сіздермен осы бүгінгі тақырыпқа байланысты, яғни электромагниттік толқындардың қасиеті туралы тәжірибе көрсетеміз сіздерге. Тәжірибе көрсету барысында барлық назарларыңызды, зейіндеріңізді тәжірибеге аударып, мұқият бақылап отырамыз. Себебі тәжірибе соңында сіздерге тапсырма беріледі. Бүгінгі сабағымызға тәжірибе өткізуге қажетті құралдармен таныстырып өтейін. Мынау бізде электромагниттік толқындарды шығаратын генератор, рупормен жалғанған. Мына рупордың ішінде таратқыш антенна орналастырылған. Яғни генератор арқылы біз электромагниттік толқындарды шығара аламыз. Ал мына құрылғы балалар бұл қабылдағыш, яғни электромагниттік толқындарды қабылдайды. Рупормен жалғанған, ішінде қабылдағыш антенна орналастырылған. Жақсы, тәжірибемізді бастайық. Бірінші біз мына генераторды тоқ көзіне қосамыз. Генератордан электромагниттік толқындар таратқыш антенна арқылы таралып жатыр, бірақ біз оны көріп тұрмыз ба? Жоқ. Сеземіз ба? Жоқ. Иісі шыға ма? Жоқ. Яғни электромагниттік толқындарды қарапайым көзбен көре алмаймыз, яғни оны сезе алмаймыз. Бірақ та осы электромагниттік толқындардың бар екенін білу үшін біз қабылдағышты да тоқ көзіне қосайық. Не естідің? Өте жақсы балалар. Яғни мына генератордан шыққан электромагниттік толқын қабылдағышқа келіп жетіп тұр. Жақсы. Енді мұқият болайық балалар. Енді мен осы әртүрлі материалдарды мына қабылдағыштың рупорының алдына орналастырамын. Бірінші қағаз, картон. Не байқадыңыз? Өзгеріс жоқ. Сол дыбыс шыққан күйінде тұр. Яғни электромагниттік толқын қабылдағышқа әлі де жетіп тұр. Өте жақсы. Келесі бізде шыны пластина. Шыны пластинаны қояйын. Электромагниттік толқын әлі қабылдағышқа. Дұрыс айтасыздар, ешқандай әсері жоқ. Яғни шыны пластина электромагниттік толқынға ешқандай әсер беріп тұрған жоқ. Жақсы. Үшінші кезекте балалар бізде металл пластинаны қабылдағыштың алдына орналастырады. Қандай құбылысты байқады, қандай өзгеріс бар? Қалды. Яғни мынадан шығып тұрған, генератордан шығып тұрған электромагниттік толқындарымыз қабылдағышқа не істемеді? Жетпеді. Қайтадан яғни металл пластинаны алып тастаған кезде қайтадан электромагниттік толқын дыбыс қабылдағышқа жетіп тұр. Жақсы, тәжірибеміз осымен аяқталды. Енді тапсырмаға кезектелейік балалар. Тапсырма. Бірінші сіздер осы тәжірибеден не ой түйдіңіздер? Қандай қорытынды айта аласыздар? Қазір топтасып отырып, бәріміз
бәріміз ақылдасып осы тәжірибеге қорытынды айтамыз. Яғни ол қорытындыларымыз бүгінгі сабақпен байланысты болу керек, әрине, міндетті түрде. Ал екінші, сіздер осы тапсырманы алдыларыңызда тұрған күнделікті өмірде қолданып жүрген заттар арқылы қалай қайталап көрсете аласыздар. Уақыт шектеулі, сіздерге 2 минут уақыт беріледі. Өз мәресіне жетті. Қай топ дайын? Қай топ айтамыз? Жақсы, 3-ші топтан бастайық. Балалар, кешіріңіздер, бір минут. Топ басшылары өзіміздің топта жауап берген студенттерімізді бірден бағалап отырамыз. Бағалау критерийлері сіздердің алдыларыңызда тақтада тұр, соны қарап отырып, топ студенттерін бағалаймыз. Жақсы, қарақат шешіңіз. Біз жаңағы тәжірибеден түйгеніміз, мысалға генератордан шыққан электромагнит тоқтарға, толқындарға 3 түрлі материал қойдық: картон, әйнек және металл. Біз байқағанымыз, бұл жерде металда, яғни металл электр тоғын өткізеді ғой, ал өткізетін электр тоғын өткізетін металдарда электромагниттік толқын өтпейді екен, яғни шағылысады екен. Ал картон мен әйнекте ол өтіп кетеді, электромагниттік толқын өтіп кетеді екен. Жақсы, тағы да кім? Аха, Көркем. Біз бұл тәжірибеде байқағанымыз, электромагниттік толқындар шағылысатын және жыртылатынын байқадық, және де әйнекте, картонда жыртылғанын, металда шағылғанын байқадық. Өте жақсы, тағы да Айза. Бізде бұл тәжірибеден түсінгеніміз, таратқыш және қабылдағыш рупорлардың арасында біз металл қаңылтырды ғана қойған кезде дыбыс естілмеді, ал картон мен шыныны қойған кезде дауыс өзгеріссіз естіліп тұра берді. Бұл дегеніміз, біз электромагниттік толқындардың қасиетін байқағанымыз, шағылысу қасиетін. Металл қаңылтырды қойған кезде электр толқындары металға барып шағылысып, соның арқасында дыбыс естілмеді. Өте жақсы, жақсы. Ал металда не үшін электромагниттік толқындар шағылады деген сұраққа жауап бере аламыз ба? Аха, Нұрайым. Электромагниттік толқындардың металда шағылысу себебі, өйткені металл бос электрондардан тұрады. Бұл бос электрондар тез қозғала отырып, электромагниттік толқындардан өздеріне энергияны қабылдап алады. Ол энергияны қайтадан таратқан кезде электромагниттік толқындар шағылысады. Өте жақсы, керемет. Отыра ғой. Балалар, екінші тапсырмамыз бойынша кім тәжірибені күнделікті өмірде пайдаланып жүрген заттармен? Жақсы, екінші топ. Бірінші болып өтеді. Ортаға шақырайық, қандай тәжірибе көрсете алады екен бізге. Топ басшылары, топ студенттерін бірден бағалап отырамыз. Жаңағыда айтып өткендей, электромагниттік толқындар толқындық қасиетке ие. Яғни электромагниттік толқындар шағылады, сынады және де жыртылады. Осы бойынша біз үй жағдайында жасаған тәжірибелерімізді сіздерге көрсетеміз. Бізге тәжірибеге керек ақ қағаз, пенопласт және жұмсақ металл фольга және телефон. Ең алдымен біз қағазбен осы телефонды ораймыз. Жаңағы бекітеміз, мұқтап. Және басқа телефон арқылы сол жаңағы телефонға хабарласамыз. Және көріп тұрғандарыңыздай бізде дауыс шығып тұр. Енді осы телефонды алып, пенопласттың ішіне салып бекітеміз. Және тура жаңағындай басқа телефонымыздай осылайда бізге қоңырау келіп тұр, дауыс естіліп тұр. Енді осы телефонды алып, фольгаға тура жаңағындай етіп мықтап ораймыз. Ешқандай ашық жер қалдырмайық. Жан-жағын мықтап бекітеміз.
және тура жаңағындай хабарласамыз. Көріп тұрғандарыңызда бізде байланыс жоқ ешқандай. Тағы да бір қоңырау шалады. Тағы да бір. Иә. Дауысын шығар. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай дауыс, ешқандай дыбыс шыққан жоқ. Яғни бұл тәжірибемізден біздің айтқымыз келгені электромагниттік толқындар пенопласттан, қағаздан өтіп, яғни жұтылып кетті. Ал мына жұмсақ металл фольгадан ешқандай дыбыс шыққан жоқ. Яғни бұл жерде шағылысады. Яғни электромагниттік толқындар өтпейді. Үй жағдайында, яғни күнделікті қолданылған заттар арқылы осындай тәжірибе жасап көрсек болады екен, жақсы. Тағы да үй жағдайында осы электромагниттік толқындардың металл бетіне шағылатында қандай мысал келтіре аламыз? Азере. Біз күнделікті көріп жүрген шоколад алсақ болады. Шоколадқа жылу өтпеу үшін оның сыртын фольгамен орайды. Фольгамен ораса оған жылу өтпей, шоколад еріп кетпейді. Өте жақсы. Жылу деп отырғанымыздың өзі қандай толқын бала? Электромагниттік толқын. Электромагниттік толқын, соның ішіндегі өте жақсы. Тағы да сонымен қатар біз күнделікті өмірде мысалы бір затты тамақтың сыртын біз фольгамен қоршаймыз. Яғни ол тамақтың ішіндегі жылуды сыртқа өткізбейді фольга. Яғни тамақта біз екінші жерде жылу күйінде жылу күйінде сақтай аламыз. Өте жақсы. Отырамыз. Балалар, топ басшылары, топтағы студенттерді бағаласақ, бағалап болатын болсақ, бағаны бір көріп жіберейік. Бағаларыңызды қойып отырсыздар ма? Жақсы. Үшінші тапсырма бойынша бағаларыңызды қойыпсыздар. Жақсы, сабақтың соңында қорытынды бағаны көреміз. Балалар, ондай болса, біз сабағымыздың келесі тапсырмасына кезек берейік. Келесі тапсырма бізде пиза тапсырмаларына негізделіп жасалынған тапсырма, сол деңгейдегі тапсырма. Сондықтан бұл тапсырманы орындамас бұрын сіздер ұяшықтар таңдау арқылы өздеріңізге тақырыпты анықтап алайық. Жақсы ма? Қазір ұяшықтар шығады. Бірінші топ қай ұяшық таңдайсыздар? Екінші ұяшық. Тақырыбы микротолқынды пеш және толқындардың әсері деген тақырып. Екінші топ. Үшінші ұяшық. Үшінші ұяшықта бізде электромагниттік толқындар және медицина деген тақырып. Ал енді сіздерге бірінші ұяшық қалды. Бірінші ұяшықтағы тапсырма тақырып жоғары жиілікті радио толқындар деген тақырып. Балалар, бұл тақырыптар бойынша сіздердің алдыларыңызда тапсырмалар жатыр, Тапсырмаларда жақсылап мен тыңдап аламыз. Тапсырмада мәтінде жазылған мәтіннің астында сұрақ бар. Яғни ол сұрақ осы мәтіннің ішіндегі мазмұнына негізделіп, және де бүгінгі біздің тақырыпқа байланыстырылған сұрақ. Осы сұрақтарға жауап бересіздер біріншіден. Екіншіден, сіздер жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, мәтіннің ішіндегі құрылғыны болашақта қалай елестетіп көре аласыздар. Осыған жарнама жасайсыздар. Уақыт шектеулі, 2 минут уақыт беріледі. Бастаймыз. Уақыт паресіне жетті, ақылдасып тоқтатамыз. Жақсы, бірінші болып қайтып жауап береді. Қол көтереміз.
Üçüncü toptan başlayalım şu. жоғары жиілікті электромагниттік толқындар. Сұрақ: 5G технологиясының адам денсаулығына айтарлықтай зиян келтірмейтін ғылыми тұрғыда қалай дәлелдеуге болады? 5G адамға зиян келтірмейді. 5G адам денсаулығына ешқандай әсер етпейді, себебі ол радио толқындарға жатады, ал радио толқындар адамның денсаулығына ешқандай әсері жоқ. Бірақ та егер радио сигнал шығып жатқан жақта адам көп уақыт өмір сүрсе, ол адамның денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Жақсы. Қосатындарыңыз бар ма? Жақсы. Екінші топ. Бізге берілген тақырып электромагниттік толқындар және медицина. Сұрақ: рентген сәулелері мен ультрадыбыстық толқындардың медицинадағы қолдану аймақтары әртүрлі. Бұл айырмашылықтың себебі қандай? Рентген сәулелері иондаушы яғни адамға зиян, ал ультрадыбыстық толқындар адамға зиян тигізбейді. Электромагниттік толқындар және рентген сәулелері медицина саласында әртүрлі болып қолданады. Оны біз физикалық қасиетінен байқаймыз. Яғни рентген сәулелері ол деген электромагниттік толқындарға жатады және олар жоғарғы энергияға ие болып келеді. Ал ультрадыбысты толқындар ол механикалық толқындарға жатады және ол белгілі бір ортада ғана жүреді. Және рентген сәулелері жаңағы қатты заттардан, мысалы белгілі бір темірді немесе сүйекті қатты заттардан шағылады, ал жұмсақ заттарға келген кезде өтіп кетеді жұмсақ заттардан. Ал ультрадыбысты толқындар керісінше жұмсақ заттарға келген кезде жұмсақ заттарды жақсы зерттейді, ал қатты заттарға келген кезде өтпей қалады. Өте жақсы. Яғни рентген сәулесі біз рентгенге түсеміз, сонымен қатар ультрадыбыстық зерттеуде отырғанбыз, УЗИ, Аха, жақсы, екеуінің айырмашылығын айтып берді. Жақсы, енді бірінші топ сіздерге кезек келді. Аха, Нұрай. Микротолқынды пеш және толқындардың әсері. Сұрақ: микротолқынды пештің адамға зиян тигізбеу үшін қандай қауіпсіздік шараларын сақтау қажет? Менің ойымша, бұл шарада мысалы микротолқынды пештің есігі бұзылып қалған жағдайда біз оны қолданбауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені оның есігі ашық қалған жағдайда оның толқыны адам денесіне әсер етуі мүмкін. Жақсы. Яғни микротолқындар адамға қалай әсер етеді? Қарақат. Микротолқындар су молекуласына әсер етеді, яғни адам денесінде судан тұрғандықтан ол суға әсер етеді, денені күйдіруі мүмкін, сондықтан бұзылып қалған жағдайда жанына жоламау керек. Өте жақсы. Жақсы. Енді балалар, келесі кезекті сіздерге осы өздеріңіз айтып өткен құрылғыларға жарнама жасауға берейік. Жақсы ма? Топ басшылары міндетті түрде топтағы студенттерді бағалау критерийлеріне сәйкес бағалап отырамыз. Жақсы, қай топ бастайды? Екінші топтан бастайық, иә? Жібердіңіздер ғой, иә? Жарнамаларыңыз ма? Сіздердікі? Қай құрылғы? Медицина саласы, яғни сіздер рентген немесе МРТ туралы айтасыздар, иә? Жақсы. Біз сіздерге болашақтағы МРТ аппаратымызды ұсынамыз. Бұл аппаратымыздың аты толқынмет деп аталады. Яғни бұл аппараттың басты ерекшеліктері АИ голограммалық бағдарламасымен басқарылып, небәрі 20 секунд ішінде толық 360 градустық снимоктар жасап, және дәлме-дәл 100% диагноздар қойып беретін болады. Одан кейінгі біздің болашақтағы МРТ аппаратымыздың ерекшелігі жаңартылған технология және пациентке берілетін қозғалыс еркіндігі. Яғни қазіргі біздің МРТ аппараттарымызда пациентке белгілі бір уақыт ішінде қозғалмай жату деген сияқты өзінің бір ережелері бар. Ал біздің болашақтағы МРТ аппаратында пациентке толықтай қозғалыс еркіндігі берілетін болады. Және одан кейін бізде пациентті қойылған диагнозын емдеу біздің МРТ аппаратымызда тегін болады. Жақсы, керемет. Және де толқынмет 20 секундта 100% дәлдік. Сіздердің жарнамаларыңыз, өте керемет. Үшінші топ, келіңіздер. Қыздар кішкене қаттырақ сөйлейік, иә?
Skynet қашықтықты қысқартып өміріңді жеңілдет. Қалада болсын, ауылда болсын, тауда болсын, таста болсын, сенің интернетің әрқашан байланыста болады. Екінші ерекшелігі хабарламалар, қоңыраулар, интернет барлығы сана арқылы жіберіп отырылады. Үшіншісі уақыт шектеуі жоқ. Сен өткенге де, келешекке де, болашаққа да сен өзің хабарлама жібере аласың. Интернет жылдамдығы жарық жылдамдығымен теңесіп, ешқандай да шектеусіз жылдам болады. Шектеусіз интернет қандай көлемде болса да сен шексіз жаза бересің. Skynet өміріңді жеңілдет. Рахмет. Келесі топ, бірінші топ қалды, сіздердікі микротолқынды пеш. Жарнамалар болды, жарнамалармен. Біздің болашақта ойлап тапқан технологиямыз Starway, болашақтың пеші, яғни бұл микротолқынды пештің ерекшелігі квантты қыздыру тағамды небәрі 0,1 секундта пісіреді және таңғажайып материал өзі тазалайды және де ешқандай кір жиналмайды. Яғни бұл микротолқынды пеш энергетикалық модуль, яғни электрсіз жұмыс жасайды. Сіз саяхаттаған сәтте, басқа жерлерге барған кезде осы микротолқынды пешті тоқсыз да алып жүре аласыз. Және де уақытша сақтау жүйесі. Мысалы, тағамдарда болады, бір апта, 3 күн өткен кезде олар жарамсыз болып қалуы мүмкін. Мысалы, осы пешке салатын болсақ, ол бір сәтте бізге қайтадан балғын түрде өнімді қайтарып бере алады. Яғни Starway, сіз ойламаған технологиялар енді шындық. Яғни бүгінгі сабағымыздың осы кезеңін бағаларыңызды көріп өтсек, топ басшылары бағалап болсаңыздар, бағаға назар аударсақ. Өте керемет. Яғни 4 тапсырма бойынша бағаладыңыздар. Ана жерде жалпы бағасы шығып тұр. Бағалар қосылып тапсырма санына бөлінеді екен. Жақсы, балалар, біздің осы кезеңдегі тапсырмаларымыз аяқталды. Енді практикалық кезеңді біз сіздермен аудиторияда өтеміз. Сондықтан жиналып орныңыздан тұрып аудиторияға барды.